Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сен тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін? Оқу мақсаттары зерттеулер негізінде өз өмірінде туындауы мүмкін табиғи апаттарға болжам жасау. Сабақ мақсаттары. Жақсы, балалар, қоңырау соғылды, орнымыздан тұрамыз. Бүгінгі сабағымызды көңілді бастау үшін менің сонымнан мына өлең жолдарын қайталаңдар. Күн шуақ, мен сені сүйемін, жүрегімнің жылуын мен сендерге беремін. Бәріміз күндей жарқырайық, бәріміз бірге дос болайық. Жарайсыңдар балалар, мен қазір сендерге өткен тақырып бойынша сұрақ қоямын. Ал келесі оқушым сол сұрақтың жауабын айта бастаған кезде келесі екінші оқушы ары қарай жалғастырады. Ендеше бастайық. Климат дегеніміз не? Жақсы. Адамның өмірі көп нәрседе не нәрсеге тәуелді? Жақсы. Алғашқы адамдар өмір сүре бастағанда климат қандай болған еді? Күн сәулесі жер бетінің қай бөлігін қыздырады? Жақсы, жалғастыр. Тамаша. Күн сәулесі жер бетінің қай бөлігін көбірек қыздырады? Тамаша. Оның климатқа әсері бар ма? Жарайсыңдар балалар. Үй тапсырмасына өте жақсы орындап келдіңдер. Ал енді бүгінгі біздің сабағымызды не жайлы болатынын білу үшін алдымен бейнебаянға назарымызды аударайық. Индонезиядағы ең қуатты вулкан. Тарихтағы ең қуатты жанартаудың атқылауы бізге мәлім болған 1883 жылы болды. Ол 20 мамыр күні Кратау өзінің белсендігін көрсете бастағанда. Тура осы күннен бастап өзіне 50 км алыс болған Джакарта тұрғындары алғашқы сілкіністерді ести бастады. Бұндай құбылыстар 3 айға созылды. Вулкан бірде сөніп, бірге іске қосылып отырды. Үстіңгі қабатта балқып тұрған Пемза қоры жинала бастады. 27 тамыз күні адам баласы көрген ең қуатты вулкан іске қосылып атқылады. Жаңғырық дауысы тіпті 5000 км қашықтық алысқа дейін естілді. Түтіні болса 30 км биіктікке көтерілді. Вулкандық құрылыс 500 км радиусты қамтыған алаңға таралды. Газды түтін 70 км биіктікке көтеріліп, одан қалмай мезосфера қабатына өтті. Күл 4 миллион квадрат метрді қамтыды, ал жарылыс күші 6 балға теңелді. Мамандардың теңеуі бойынша бұл вулкан жарысы Хиросимаға тастаған атомдық бомбадан 200 000 есе артық болғанын жеткізеді. Бұл екіншісі Таншандағы жер сілкінісі. Таншандағы жер сілкінісі Қытай мемлекетінде табиғи апат Таншанды Хэбэй провинциясында 28 шілде 1976 жылы болды. Рихтер шкаласы бойынша 8,2 магнитудасы немесе Канамори шкаласы бойынша 7,5 магнитудасы бар жер сілкінісі. Бұл 20 ғасырдың ең ірі табиғи апаттарының бірі. КХР билігінің ресми мәліметтері бойынша қаза болғандардың саны 242 419 адамды құрды. Алайда кейбір бағалары бойынша қаза болғандардың саны 655 000 адамға жетті. Цунами 2004 жылы 26 желтоқсанда түнгі сағат 12:58-де болған Үнді мұхитындағы су асты жер сілкінісі цунамині тудырды. Жер сілкінісінің магнитудасы әртүрлі бағалаулар бойынша 9,1-ден 9,3-ке дейін болды. Бұл жер сілкінісі бақылау тарихында ең күшті жер сілкінісі үштігіне кіреді. Жер сілкінісінің эпицентрі Суматра, Индонезия аралының солтүстік батыс жағалауының жанында орналасқан, Симилуэ аралынан солтүстікке қарай Үнді мұхитында орналасқан. Цунами Индонезия, Шри-Ланка, Үндістан, Таиланд және басқа елдердің жағалауларына жетті. Толқын биіктігі 15 метрден асты. Цунами оарда эпицентрден 6900 км қашықтықта, тіпті Порт Элизабет қаласына да қаза тапқан адамдардың үлкен қирауына және үлкен санына алып келді. Әлемдік тарихтағы ең қуатты торнадо Даулатпур мен Сатурияда, яғни Бангладеште болған торнадомен ешқандай торнадо теңеспейді. 1989 жылдың 26 сәуірінде атмосфералық құйында 1300 адам өлтірілді, 12 000-нан астам адам жараланды. Ақпараттың жетіспеушілігін ескере отырып, бұл деректер шамамен оны Фудзис шкаласы бойынша бағалау мүмкін емес, себебі апаттардың соққысына кедей халықтың шағын үйшіктері түскен. Олардың тұрақтылығын бағалау өте қиын. Құрылыс конструкциясын желдің салыстырмалы әлсіз ағыны да төңкеру мүмкін. Егер видеоны Тамаша балалар, бейне баянды қарап болдық. Енді бейне баян бойынша сұрақтарға жауап берейік. Осы бейне баяннан біз не көрдік? Жақсы. Қандай апаттар болған екен? Иә, дұрыс.
Және осы бейнебаянға қарап біздің сабағымыздың тақырыбы қандай екен деп ойлайсыңдар? Дұрыс, балалар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сен тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін деп аталады. Енді, балалар, катаклизм дегеніміз не екенін айтып кетейін. Катаклизм дегеніміз этимологиялық шығу тегі катаклизм, яғни аудармасы топан су. Бұл грек термині латынынан шыққан. Балалар, енді оқуымызды ашамыз. Мына суреттерге назарымызды аударайықшы. Бұл жердегі катаклизмдер туралы естігендерің бар ма? Жарайсыңдар, балалар, өте жақсы. Енді, балалар, картаның сендер қандай түрлерін білесіңдер? Дұрыс, физикалық карта, Қазақстанның саяси әкімшілік картасы, дүние жүзінің картасы және тағы басқа карталар бар. Балалар, енді дүние жүзінің климаттық бюджелері мен облыстары картасына қарайықшы. Қалай ойлайсыңдар? Бұл карта не себепті осылай аталады? Жарайсыңдар. Енді, балалар, біз Қазақстанның басым бөлігін жазық жерлер алып жатқанын білеміз. Шығысында Алтау тайы, ал оңтүстік шығысында Тянь-Шань тау жүйесі созылып жатыр. Ал орталық бөлігінен жазық жерлер алып жатыр. Балалар, Сарыарқа деп аталатын аласа тауларды да көре аламыз. Үлкен су айдындарынан Каспий мен Арал теңізін атауға болады. Сонымен қатар көлдерден Балқаш, Алакөл, Жайсан, ірі өзендерден Жайық, Ертіс пен Сырдария болып келеді. Ал енді, балалар, әр топ ықтимал табиғат апаттарын картадан көрсетеді. Бірінші топ батысты, екінші топ шығысты, үшінші топ оңтүстікті, төртінші топ солтүстікті көрсетеді. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді осы зерттеулер негізінде сендер өз өңірлерінде туындауы мүмкін табиғи апаттарға болжам жасаңдар. Өте жақсы. Бұл тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Енді, балалар, келесі тапсырма. Мына суреттерге мұқият қарайық. Бос уақытты табиғатта өткізуге қолайлы болатын ауа райы бейнеленген суреттерді қараймыз. Сендер мұндай күндерде бос уақыттарында қалай өткізер едіңдер? Қане, жұпта әңгімелесейік. Жақсы, бос уақыттарында тиімді әрі дұрыс ұйымдыраста алады екенсіңдер. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Біз қазір аукцион ойынын ойнайтын боламыз. Сендер менің дабылым бойынша, яғни жаз, күз, қыс, көктем жыл мезгілдерін айтуым бойынша кезек-кезек әртүрлі жыл мезгілдерінде киінетін киімдерді атайсыңдар. Балалар, аукционның шарты сөзді кім көбірек айтса, сол жеңетін болады. Ал ендеше бастайық. Жаз. Тамаша. Күз. Өте жақсы. Көктем. Жақсы. Қыс. Тамаша, балалар. Жыл мезгілдеріне сай киетін киімдерді есімізге түсіріп алдық. Ал енді, балалар, бойымызды бір сергіп алайық. Еркін ұста дененді, тарсылдатпай еденді, орнымыздан тұрып ап, жүгірейік бір уақ. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Аяқты алға созайық, тік көтеріп қозғайық. Тым сылбырда болмайық, алға қарай озбайық. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Тамаша, балалар. Енді дәптерімізбен жұмысты орындайық. Қазір мен сендерге мына сөздерді оқитын боламын.
Ал сендер оларды ажырата біліп, табиғи апатқа немесе ауа райындағы құбылысқа жатқызатын боласыңдар. Ал ендеше сәттілік. Дауыл, су басы, көктайғақ, тұман, құйын. Жақсы. Құрғақ шығық, шамадан асқан ыстық, қауын жауған қар, құбылмалы бұлттылық. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте жақсы орындаған екенсіңдер. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз қандай тақырыппен таныс болдық? Дұрыс. Бүгін біз катаклизм дегенмен үйрендік. Ол дегеніміз не? Жақсы. Балалар, Қазақстан жерінің басым бөлігін қандай жерлер алып жатыр? Тамаша. Өз өңірлерінде туындауы мүмкін табиғи апаттарға болжам жасадық. Қандай табиғи апаттар туындауы мүмкін екен? Жарайсыңдар. Ал енді табиғи апаттарды атайықшы. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақты өте жақсы түсінген екенсіңдер. Ал енді балалар, біз мына төмендегі сөйлемдерді жалғастыру арқылы сабақтың қорытындысын өзіміз жасап көрейік. Бүгін мен білдім. Маған қызық болды. Маған қиын болды. Мен түсіндім. Енді мен жасай аламын. Мені таң қалдырды. Жақсы. Енді кері байланысымызды орындайық. Жақсы. Ал енді балалар, үйге үй тапсырмасын жазып алайық. Үйге жыл мезгілдерінің қайсысы ең жақсы атты әңгіме құрастырып келесіңдер. Тамаша балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін кездескенше.